Сен менде. Ал, давайте бастай қалым. Даусым қалай шығып тұрген? Ар жақтың жауып сөйлемейді ашып. Екінші ноутбукты қосып қойсаң сразу. Қазір адамдар кіре берсін. Бір емес бірден екі ноутбукты да қосып қосайын. Қазір анау біреу қатып қалса. Уағалейкум ассалам, қалайсыздар, амансыздар ма? YouTube каналдарыңыз бар болса, сілтемесі болмайды екен ғой. YouTube каналдарыңыздың атын, логин болса, логин жіберіңіздер. Мен қазір мына жақта бір емес екі ноутбукты дайындап отырмын. Так. Бір емес екі ноутбукты дайындап отырмын. Сол үшін де каналдарыңыз болса, жіберіп отырыңыздар. Разбор жасап тастайық. Жақсы шүкір дейді Асылжан Қалымен. Сәлеметсіз бе Гүлайхан Дүйсенбай. Каналдың аты қоя Гүлайхан Дүйсенбай деген. Кетті кіревичтен. Так, Гүлайхан Дүйсенбай. Лажы болсандай логин жібере беріңіз, әйтпесе кейде каналдарды шықпай қалады. Мына канал қоясыздікі. Осы болса я деп жазып жіберіңіз, сразу бірінші тұрған канал. Сізді күтем. Кетті бұнда. Разбор жасаңыз дейді. Я жасаймыз. Мен жалпы айтайын, бірден айтайын. Мына жақты мен қатты көрсетіп отыра алмаймын, өйткені мені эфирден шығарып жібереді. Андай сілтемелерді көрсетуге болмайды на TikTokта. Шейін сәл-сәл былай көрсетем, қатты емес. Бірден барлықтарыңызға бірден айта берейін. Қазір тоқталмайтындай. Мысалы, біріншіден бірден қарайық. Мына жақта о канале деген жақ бар ғой. Осы жақта барлықтарыңызға бірден айтайын. Мына жерде описаниясы полный толық жазылу керек. Қазақша контент болатын болса, тіптен жақсы қазақша жүргізе беріңіздер. Сосын төмен жағында сілтемелер тұру керек. Instagram болсын, TikTok, басқа барлығы сілтемелер тұру керек. Instagram болсын, TikTok, басқа барлығы сілтемесі тұру керек. Ол жаңағы оған адам кірсін кірмесін, ол по-любому тұру керек. Өйткені әлеуметтік желі ол барлығы бір-бірімен связан нәрсе. TikTok, Instagram, YouTube барлығы бір-бірімен связан нәрсе болғаннан кейін, оның барлығын Facebook тікелей басқарып отыр. Сол үшін де бұлардың барлығы бір-бірімен мына жерде тұру керек. Ол кірсін кірмесін по-любому тұру керек. Ол YouTube'тың өзінің заңдылығы. Сізде өже мына жерде Instagram тұр екен. Басқа нелер болатын болса, тоже қосып қойыңыз. TikTok, басқа 1700 подписчик бар екен. Так. 2022-де ашылған, е? Шапка енді сіздер қалай ойлайсыздар енді? Жалпы жоқтан тәуір дейтін шапка, былай қарасақ. Бірақ енді мынандайлар енді сәл-сәл енді ұят болып қалады енді негізі, бірақ енді жоқтан тәуір болады. Бірақ енді бұдан да әдемі жасауға болады. Хотя бы Canva-ны қолдансаңыз, Canva-мен өзі автомат түрде әдемі шаблондары бар, соны әдемі жасап береді. Canva деген приложение, сайтта бар, өзі Canva деп жазсаңыз шығады мына жерде. Оны білетін шығарсыз.
Шортс, так, шортс сізде көп па? Шортстарыңыздың қаралымы жақсы екен, иә? Енді. Сосын жалпы ұзақ видео мен қысқа видеоны қаншалықты салу керек дейтін кісілер болады. Ұзақ видеоны хотя бы аптасына кем дегенде бір видео салып отырыңыздар. Кем дегенде бір видео. Ал шортсты күнде бір видео салып отыруға тырысыңыздар. Менде бір күніне 5 шортс салып отыратын каналдарым бар. Күніне 5 шортс салам. Ол енді көп болған сайын тіптен жақсы. TikTok та дәл солай. Сол үшін де шортсты күнде салып отыруға тырысыңыз. Шортс айына 30 күн бар ма? 30 күнде 30 шортс салыну керек. Хотя бы 4 видео салыну керек айына. Енді аптасына енді 2-3 видео, ұзақ видео салынып отырса, ол тіптен жақсы. Так, мына жерде енді біреуін қарап көрейік. Жүгерін дұрыс пісіру. Так, қайсысын көрсем деген так. Вупипай мастер-классында рецепт. Давай Вупипайды көрейікші. Давайте мен тез айтып кете берейін, айтпасам мына жақта қаншама адам қазір күтіп қалады сияқты. Главный, Гүлайхан, сіз түсініп отырсаңыз болды, мен сізге айта берейін. Так. Видеоларды бір-біріне жалғаңыз. Конечно, заставка қойыңыз. Мысалы, бір видеодан кейін екінші видеолар уже автоматты түрде шығып кету керек. Мысалы, бір видео 100 000 просмотр жинады ма, екінші видео 100-ақ просмотр жинауы мүмкін да. Сол 100 просмотрды 100 000 просмотр жинағанның артына жалғап қою керек. Соңғы 5-6 секунд қалған кезде келесі видео шығып кететін болса, 100 000-ның хотя бы жартысы болса да, әйтеуір анаған секіріп көреді. Ол да бір YouTube-тың бір несі. Каналдың настройкасы жасалмаған, нет, вообще каналға настройка жасалмаған. Каналдың ключевой сөздері, ешқандай ключевой сөз жазылмаған каналға. Былай да бір көрсете салайын, если что. Каналдың ешқандай да ключевой сөздері, ешқандай да настройкасы ешнәрсе жасалмаған. Және де видеоның да ешқандай теги дейтін нәрсесі де қате. Мынандай сөздер уже ол дұрыс емес. Сіздің тақырыбыңыз басқа, теги басқаша. Мен енді мынандай теги қойға болады. Вупипай ма? Жұрттар Вупипайға қатысты қазақша рецепт деп іздеген кезде сіздің Вупипайыңызды көреді деп ойлайсыз ба? Мысалы, олай ойламау керек та. Сіздің тақырыбыңыз Вупипай ма? Жұрттар іздейді. Вупипай жасау деп іздейді. Вупипай дайындау деп іздейді. Қалай Вупипай жасасам болады дейді. Сондай темаларды жұрттар іздейді-ау деген тақырыптарды тегиге жазасыз. Осы нәрсені орындайықшы хотя бы. Сосын қазақша рецепт анау деген нәрсенің бәрін каналдың ключевой сөзіне жазыңыз. Осыны істеңіз, мен видеоны көрмей қойын, видеода ары қарай ол тоже ұзақтау болып кетеді, видеоны көретін болсам. Кеттік келесі. Шедевр. Так, шедевр нұр разбор жасаңызшы. Шедевр нұр деген нәрсе шығып тұрған жоқ. Дұрыс қой мен жазған, мен? Шедевр нұр. Шедевр нұр деп жаздым, мінекей. Ондай логинде еш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Қайттан жазасыз ау деймін. Қайта мына жақта көрсете бермей қойын, әйтпесе эфирден шығып кетерміз. Денсаулық қалай братан дейді. Жақсы, шүкір, өзің қалайсың, намазың ба? Мұсахан 20. Рахмет. Барби Герл. Кеттік, Барби Герл. Шетінен келе жатырмын, жазып қойсаңыздар просто. Ешқайсысын тастамайын, өткізбеймін. Басынан бастап айтып кетемін. Жалпы басқа біреуге разбор жасап отқан кезде де адам шамалы былай түсініп отырады теманы ше, өзінің каналына қатыстығы ойлап, сөйтіп ойлап отырыңыздар.
Барби Girl деген сізді енді мен таба алмайтын сияқтымын, өйткені ол ондай тема көп сияқты ғой. Ол енді американский не болғаннан кейін Барби Girl деп жаздым мысалы, мен қазір ол шықпайды, ол қайтып табамыз енді оны. Ол тақырыпты уже Америкада да басқа жақта да оны істеп тастаған шығар. Сіз логин жазуыңыз керек, әйтпесе оны таба алмаймыз біз. Так, келесі. Сәлеметсіз бе, менің арнам разбор жасап бере аласыз ба дейді. Жасап бере аласыз ба емес, мен бәріңізге жасаймын, сол үшін де тез жіберіп тастаңыздар. Мен шетінен келатырмын бәрін қарап. Ассалаумағалейкум, братан, қандайсың, братан, амансың ба? Я келдім, Алматыдан. Алматыға орналастық. Аты Пининг дейді. Давай кеттік, Пининг болса, Пининг. Пининг десе шыға ма екен ол? Пининг дептім ғой. Нининг па, не ол? Нипинг. Нипинг емес. Нипинг. Давайте көрейік. Нипинг деген мынау ма? Бір қарап айтасаңызшы, осы болса, мынау болса, осы деп жазыңыз. Қалғандарын жауап берейін. Аға, атын жазса шыға ма дейді. Енді кейбір общий темалар болады, мысалы денсаулық деп ашып қойған каналдар болады да. Денсаулық деп маған айтып жібереді, денсаулық туралы нәрсе 1040 канал ашылған, оны таба алмаймыз. Сол үшін шамалы логин жазсаңыз жақсырақ. Мысалы логиннан қараңыз. Мына жерде Нипинг дегеннің логині мынау тұр, мына. Не деп тұр? GM Ping бірдеңе деп тұр ғой. Осы логині, осындайын жазып жіберсеңіздер тезірек табылады, бірден табылады. Бірақ сіздер каналдың атын жазған кезде шығатындай болу керек. Оны да сіз каналдың ключевой сөзіне жазуыңыз керек. Курс баға қанша болады дейді. Курс туралы оны былай жекеге жаза беріңіздер. Күніне қанша видео салыш керек? Күніне бір видео шорт салып отырыңыз хотя бы. Енді күнде видео салатын болсаңыз тіптен жақсы, бірақ енді аптасына 2-3 видео салсаңыз да жетеді. Ұзақ видео деген енді өзіңіз түсіріп, өзіңіз монтаждайтын болсаңыз, шамалы уақыт кетіп қалуы мүмкін ғой. Енді күнде салатындай мүмкіндік болса, күнде сала беріңіз. Шортс күнде салған сайын ұзын видеоларым просмотр түсіп кетті. Неге? Шортстан емес қол. Сіздің видеоңызға байланысты шығар ол. Шортсқа ешқандай қатысы жоқ. Шортс деген наоборот ол просмотрды көбейтеді. Ол өйткені сіздің подписчигіңізден бөлек адамдарға көрінеді да, сіздің темаңызға қызығатын. Шортсқа да кейбіреулер болады да, мысалы бір тақырыпты бастайды да, шортсқа басқа нәрселер салады біреулер. Соған қатысты уже аудиториялар жиналғаннан кейін, неяқтағы видеолардың несі өтпей қалады. Сол үшін де неяқтың тақырыбына да шортстың да тақырыбы бір болса жақсы, екеуінің де тақырыбы бір. Сол кезде бірдей аудиторияға барады. Сіздің шортсыңды көретін бір аудитория, неяқты көретін бір аудитория. Сондай адамдарға барады. Шедевр Нұр, сіз шықпай жатсың. Менің каналымды қарап берші, Жасылжан қарағым дейді. Жіберсеңізші каналыңызды, мен бәрін жасалатын. Шедевр Нұрды бір көріп жүрші. Собачка мені зовут ма? Шедевр. Қайдам? Сөз. Кеттік шедевр. Мінекей шедеврдің каналы. Сізге шапка керек, шапка жоқ екен сізде. Мына жерге шапка қойыңыз, әдемі қылып бір мощный қылып істеп қойыңыз. Шедеврге қатысты. Логотип нормально. Яқтан бастай салайық шетінен. Мына жақтың бәрін толтырыңыз, описание тым жоқ. Описание толтырыңыз, астына сілтемелерін қойыңыз. Так, мына жерде сообщество деген 1000 подписчиктен кейін барып салынады. На пост, анау-мынау.
мына жақтың бәрін толтырыңыз, описание тым жоқ, описание толтырыңыз, астына сілтемелерін қойыңыз. Так, мына жерде сообщество деген 1000 подписчиктен кейін барып салынады. Мына пост, анау мынау, олардың бәрін көрмей қойын. Шортсты күніне бір видео салып отырыңыз, кем дегенде, сол кезде видео канал тезірек дамиды. Шортс жоқ па сізде? Нақ көрмей отыр. Все. Так, не сағасым да. Айқын көрінісі. Атыл қиын мамаң сенің. Мыналар жалпы біреудің видеосын көшіріп сабатсыз ба сіз? Шедевр нұр деген. Мыналардың бәрі енді басқа біреудің видеолары ғой жалпы. Ресей құлдырады деген нәрселер мысалы. Пляшевтің нелердің бәрін салған екенсіз. Каналдың настройкасы жоқ сияқты. Жұрттың каналын сап кеткенсіз. Қазір татыңыз. Шедевр нұр сіздің басқа біреудің каналдарын, басқа біреудің видеоларын көшіріп жатсыз ба сіз? Өзіңіз монтаждап өзіңіз сабатсыз ба мыналардан? Так, менің каналымды қарап берші. Я, жібере беріңіз. Атым Crazy Black Play. Тегиға не жазу керек? Аз просмотр жинайды, ойын туралы. Ойын болса, ойынға қатысты нәрсені толтырасыз ғой тегиге. Қандай темаға түсіресіздер, соған қатысты толтырасыз. Бүгін маған ютубтан несін бойынша жалып түсіп, монетизация 3 айға тоқтатты, сағаттар түсінбейді. Конечно, өйткені сіздің темаңыздың барлығы саясатқа қатысты ғой, мына қарасаңыз тақырыптарыңызды. Уже саясатқа қатысты нәрселер өзі опасный. Олар да опасный. Бұндаларды сразу кейде банға жіберіп жүретін кездер болады. Енді сіз тем более басқа біреудің видеосын алып көшіріп салып жатсыз біріншіден. Екіншіден қатты саяси андай Пляштың нелері де сондай ғой қатты. Так, сәлеметсіз бе? Так, сұрақтарыңыз болса да сұрақтарыңызды қоя беріңіз. Канал болса каналды жібере беріңіздер. Жалпы достарыңыз болса, ана жердегі поделиться деген тұр ғой, соны басыңызда, басқа достарыңызға жіберіңіздер. Олардың да YouTube каналы болса, немесе YouTube'ты бастаймын дейтін ой болса, сұрақтарын қойсын, немесе каналдарын тексертіп алсын. Мен бүгін ертең тоже кіру мүмкін. Енді көреміз. Так, кеттік. Емикошқа кеттік. Мынаң заратын не өліп отыр ма, не болар? Қанша процент? Бұл керек емес. Так, Емикош. Емикош деген сіздің каналыңыз точно бар ма еді? Емикош 10 деп жаздым, мінекей қараңыз. Азеке, микс, бірдеңе. Точно осындай ме еді? Емикош сіз басынан бастап жазасыз ғой. Сізге шықпай жатыр. Так, кетті. Қолөнер, уағалейкум ассалам. Қалайсыздар, амансыздар ма? Монетизацияға жеткен соң басында доллар баяу жинала ма дейді. Иә? Юнур Тубе. Дұрыс қой? Қараңыз, Юнур Турбе. Елеме алдында собачка көріп па? Ойбай, немен өлеш? Юнур Турбе. Алдында собачка ойыншы қазір.
әңгіме осы бар. Қазір кірдім. Он үш подписчик па? 2023 ашылған. Так. О канале жаққа жалпы описаниені сәл көтеріңіз, сосын описаниені толығырақ жазыңыз, және де сілтемені көбейтіңіз. TikTok па бірдеңе ғана тұр екен. Если что басқа болатын болса, көбірек салыңыз. 29-ақ видео екен. Көбірек салу керек негізі бұны. Өте аз. Мен настройкасын көре салайын, сосын айтамын. Так, дүниеде не өлмейді дейді. Иә дейді, адам кризисі. Иә, қазір қараймыз, бәрін қараймыз. Сізге нені түсіну керек? Ана ненің ютубтың авторы әңгіме деген. Әңгіме алхимия деген каналдың авторы сізге жалпы логиканы түсіну керек. Каналдың настройкасын толтыратын кезде не жазу керек? Теги жазғанда да оны қайтып жазу керек. Тақырып жазғанда да оның өзінің ерекшелігі бар. Описание жазған кезде де оның өзінің ережесі бар да. Хэштег қойсанда да оның өзінің ережесі бар. Оны әйтеуір бір сөз жазу керек емес ол жерге. Әйтеуір бір сөз болу керек. Жездуға бірдеңе деген сияқты ондай сөздер де вообще керек емес. Қандай тақырып, соған қатысты нәрсе толтыру керек. Болды. Ол жерде де логиканы түсіну керек. Жұрттар қалай іздейді сіздің тақырыбыңызды, солай шығатындай істеу керек. Мына жерде енді сізді шешендік сөз, анау әңгіме бірдеңе деп жазып кеткенсіз, бірақ тақырыбыңыз тіл басқаша екен. Бірақ енді ол сөздерде болу керек, олар сіздің каналдың сөзінде болса жеткілікті. Мен қазір бір оқып шығайыншы. Біраздан қалып кеткен сияқты. Қарап беріңізші. Давайте қайттан жібере беріңіздер. Бір өткізіп шығайын дейсіз. Аско қызы дейді, қаз көреміз. Аско қызы дейді, қаз көреміз. Так. Все, кеттік көре білейік қайтам. Басынан бастап көрейін десем, ортада 100 бірдеңе сообщение алып кетті да. Сосын ең астынан бастап көре берейін ба? Қандай қайсысын көрем, соны көріп кете берейін ба? Жаңа Аско қызы деп атқан кісі екен. Аско қызы деген. Так, Аско қызы кетті. Иә, қарап береміз ғой. Неяқты көрмей қойын сізді шортс шоу екен, шортс керек. Аско қызы. Аско қызының несін қараңыздаршы, несі күшті екен. Шапкасы. Может екен, е? Еще ол жерде Аско деген жазып отырсыңыз. Прикольно. Может екен. Шапка ұнады маған. Логотип тоже әдемі. Вот осы сияқты бір-бірімен связаны әдемі болса, мынаған не тақырыбы не туралы екен көрейік. О, күшті. Блин, обложкасын қараңыздаршы. Обложка осындай болып болғаннан кейін әдемі. Не туралы жалпы бұл? Так. Давайте кәс. Любой біреуіне кіре салайын қазір. Ойын ғой, е?
үлгере алмай қалған кісілер болса, инстаграмға тоже жіберіп қоя берсеңіздер болады. Инстаграмнан көріп тоже жауап бере беремін. Үлгере алмай қалып қазір асықыс болып мен қарай алмай бүйтіп қалыватқан кісілер болса, сразу инстаграмға да жіберіп қойсаңыздар. Инстаграм сол профильде тұр, инстаграм деген жерге сөйтіп бір жіберіңіздер де қайтадан кірсеңіздер болады. Free Fire, Tasco, Minecraft. Жалпы ойынның түрі. Бірақ бұл ойынды қандай ойын екен білмейді екен мен. Маған ұнады жалпы, күшті екен несі. Бірақ енді видеоларды көрмей-ақ қойын, видеолардың қандай екен сапасы, анау оларға қазір уақыт көп кетіп қалады. Просмотрларын қараңызшы. Жалпы мен алдында ойын туралы тема күшті деп айтайық қой. Просмотрларын қараңызшы. 67 мың, 61 мың, 1 жарым, 2 жарым, 3 жарым мың, 104 мың просмотрлар. Мощный. Мұнан енді монетизация қосылатын уақыт болған шығар. Қанша подписчик көрген? 4 мың бірдеңе подписчик бар. Уже монетизация қосылған шығар бұл кісі. Күшті екен канал. Шапкасын өтіріпті бірақ, ырза болдым. Бұлардың бірақ тақырыптары андай екен да. Мысалы, бұларға қатты бір настройка керек емес негізі. Детский каналдарға, жалпы детский каналдарға қатты настройка керек емес та. Өйткені бұларға қатты бір настройка керек емес негізі. Детский каналдарға, жалпы детский каналдарға қатты настройка керек емес та. Өйткені мысалы біреуді бірдеңеге пауза алып кеттім, бірдеңеден бүйтіп кеттім, бірдеңеден шығып кеттім деп ойынның ішінде де сөйтіп айтып кете береді да, оған настройка жасалмайды. Настройка деген негізі мына тақырыпты іздегенде шығады. Бұл енді ойынның атына қарай настройка істелетін болса, болды, жеткілікті. Ал енді мысалы ол настройка мынандай нәрсеге керек. Мысалы мен қазір Қытайдан товарды Қытайға қалай заказ берсем болады деп мен видео салатын болсам, қалай Қытайға заказ беруге болады? Қытайдан заказ беру, Pinduoduға заказ беру деген сияқты толтырамын мен настройкасын бәрін. Ондай нәрсе келмейді детский каналдарда көбіне. Осында осылай істесе де жеткілікті бұларға. Өйткені просмотр по-любому болған просмотр жетеді. Тезірек көтеріледі бәрібір. Так, кеттік. Келесін көре білейік. Маған ұнады, молодец, накым. Аско. Келесі. Валкер 459 келген негізі бұл кісі. Ойын түсірген ғой енді. Бір көрсете салайын. Андай Валкер деп обложкасы істеп қойыпты. Қазір көріп шығамыз үшін. 20 видео бар екен. Валкер барлық қартаны жауып алмақшы. Жалпы видеода көп просмотр жинау үшін видеоның 70-80 керек десең 90%-ке дейін ол видеоға байланысты. Ол белгілі, ол настройка деген не үшін керек? Настройка деген сол тақырыпты сіздің видеоңыз шығатындай істеу. Мысалы, мен шақыру билет жасау дейтін болсам, мен оны по-любому мен оған настройка жасауым керек болады. Себебі ол туралы түсіріп тұрған адамдар жетеді, мен настройка жасау арқылы мен алдыңғы орынға қарай шығам деген сияқты. Мына жерде енді бұндай ойындарға қатысты нәрселерде қатты настройка керек емес. Егер мысалы PUBG-ді бірдеңеге қалай тіркелеміз, бірдеңе болса қалай ойнаймыз, мынандай қаруды қалай аламыз деген сияқты бір нақты ізделетін тақырыбы болса ғана соған настройка істелуге болады. Ал енді мына бірдеңенің басын шауып кеттім, бірдеңені бүйтіп кеттім, оларға настройка істелмейді, ол явно. Сосын барлықтарыңызға бірден айтатын нәрсе, О-канале деген жақта бұл каналдың просто так канал О-канале деген бар ғой. Осы жерде каналдың описаниясын міндетті түрде жазыңыздар, толтырып жазыңыздар. Бұл канал не үшін ашылды? Бұл қандай канал, не үшін ашылды? Ол адамға қандай пайдасы бар? Сол туралы жазып шығасыз. Астың жағында сілтемелер болу керек. TikTok, Instagram, анау. Біріншісі осылар істеу керек. 60 подписчик. Бұл жерде енді істелетін нәрсе көп. Шапканы тоже өзгерту керек. Логотип енді по идее болатын сияқты. Обложкаларын самал өзгерту керек болады. Опасная гонка. Жаңағы алдындағы Аско деген ключевой сөздерін жазған. Бұл кісі енді ключевой сөзін жазу деген бұл кісі керек. Хотя Валкер деген түсініп тұрған жоқпын. Валкер деген ана жердегі бір персонаж ба, соның аты ма? Валкер деген. Жылан ойын жылан.
Жалпы каналдың настройкасын сіз шамалы толтырып шығыңыз. Каналыңыз қандай ойын, мақұл ойын болса, сол ойынға қатысты нәрсені толтырып шығыңыз. Немесе поискке атын жазыңыз, жаңағы сіздің ойыныңыздың атын. Астына неше түрлі варианттарын шығарып береді өзі. Тақырыптарды, көбірек ізделетін тақырыптарды. Сол тақырыптардың бәрін алыңыз да ключевой сөзіне де, тегіне де бәріне жазып тастаңыз. Хотя осыны істеңіз. Кеттік, келесісін істей берейік. Толтырамын дейді. Каналдың настройкасына кіріп толтырасыздар. Каналдың ішінде негізі екі настройка бар творческий студияда. Біреу каналдың настройкасы, екіншісі жаңа екеуі де каналдың настройкасы ғой. Біреу просто сыртқы настройка, мысалы шапка, логотип, обложка, логин, описание, сілтеме дейтіндерінікі. Екіншісі ол ключевой сөздер, загрузка автомат түрде шығатын ключевой сөздер, тегилерді толтыратын, комментарийлардың өшік қылатын, детский қылатын, не детский қылатын темаларды істейтін нәрсе. Творческая студияда екеуде. Так, кеттік, келесі. Есимбекова Майра. Вот, мінекей рецепт туралы. Вот, мен дауысының өзінің күшті түскен. Уже маған неге батыр ғой? Қайта қарада берме деп. ВК, ТикТок, ВМ, ТикТок, Инстаграм. Бұл бұрын бір екі курс оқыған, жалпы өзі ютубта айналысып жүрген кісі. Сообщество деген, жаңа сообщество дегенді сұрап атқан кісілер. Бұл 1000 подписчиктен асқаннан кейін пост қылып сала беруге болады. Суреттерді, мысалы 27 000 подписчик, бұл уже пост қылып сала береді. Мысалы мынандай суреттерді қойып, астына текст жазып, бірдеңе деп, жалпы опрос қойып, вот осындай опростар қойып жасай беруге болады. Оны бірақ 1000 подписчиктен асқаннан кейін барып жасайсыздар. Шортстарын көріп шығайық. 125 видео салынған екен. Парақшама қош келдіңіз дейді. Шортсқа ешнәрсе демейміз. Шортста жалпы шортс дегенге бір қатты настройка жасаудың да қажеті жоқ. Ол настройка. Так, орама. Мен қатып атқан жоқпын ба? Алматы қаласындамыз. Курс туралы, обучение жайлы, басқа жайлы олардың бәрін жекеге жаза беріңіздер, асықпай. Менде қазір мынау туралы айтылатын болғаннан кейін ол тіпті қарап өткен жоқ. Жақтан екінші ноутбугым заряд өліп қалған ба? Конвертер қосылайыншы. Рахмет дейді. Қазір қарап жатырмын. Оқиғалар ізімен қазір көреміз. Гүлбану Ақтамгалиева. Қазір қараймыз, бәрін қараймыз. Уайымдамаңыздар. Бүгін қалып кеткендер ертең көреміз. Үлгерім айтқан болып жатсақ, Инстаграмға жіберіп қойыңыздар. Инстаграмда да уже жіберіп жатқан бар шығар уже. Олар тоже Инстаграмнан да қарап айта беремін ертең күндіз.
Мгм. Аха. Бізде сәл интернет слабый болып тұр ма, бірдеңе болып тұр негізі. Жалпы сізде каналда настройка жасалмаған, Майра ханым. Мақұл. Сіз жалпы өзіңіз нені білесіз ба? Ютубтан мен білет деп тұрмын ғой енді. Неге ол толтырмаған түсінбей тұрмын. Мысалы, каналдың ключевой сөздері, ол не үшін жазылады? Ол жазылуды. Жалпы каналдың ключевой сөзін жазу деген білесіз ба сіз, Майра ханым? Және де ол не үшін жазылады, соны түсініп алсаңыз. Теги жазғанда да оның не мағына береді, оны түсініп алсаңыз. Хэштег, тақырып жазу дегенде түсініп алсаңыз, мен подписчик жинағанға бір жақсы білетін шығар десем, мына жақта толтырмаған екенсіз. Сіз қазір оценка 0 болып тұр мына жерде. Неге оценка 0 болып тұр? Мен өзі білетін шығар десем, сіз толтырмапсыз да мына жақтың барлығын. Сізге полный толтырып шығу керек басынан бастап. Инстаграмда жазып едім дейді. Не деп жаздыңыз Инстаграмда? Мен Инстаграмда бәріне жауап беріп едім ғой. Ешкім қалмап еді ғой. Мен ұйықтай алмай шығамын ғой, қазір қарап бересіз бе дейді. Так, Гүлбанова не дедіңіз? Қай жерде Гүлбанова сіздікі? Гүлбанова Ахтамгалиева. Кеттік Гүлбанова Ахтамгалиева. Сізде оценка 0 болып тұр, жаңа Майра ханым. Каналдың настройкасы жасалмаған, каналдың ключевой сөздерін толтырып шығыңыз. Неге қатысты? Сіз рецепт па? Рецептке қатысты каналдың ключевой сөздерін толтырып шығыңыз. Полностью рецепт қазақша толтырыңыз, сосын полный каналды да қазақша жүргізе беріңіз. Или орысша жүргізіңіз. Уже сізге орысша контентті іздейтін аудитория керек па, или қазақша контентті аудитория керек па, соны ойланып алыңыз да. Соған қарай істейсіз. Гүлбану Ахтамгалиева. Интернет сәл не болып тұр ма? Түнде қарай дұрыс істемей қала ма әлде? Кеттік ал. Гүлбану. Сол Майра ханым жаңа айтқандай, каналдың настройкасын, каналдың ключевой сөзін толтырып шығыңыз. Оценканы көтеріңіз, оценка сізде 0 болып тұр. Соңғы жағына қарай, или басында шама жасадыңыз да соңына қарай ешнәрсе істемей кеттіңіз ба? Бірақ каналдың ешқандай да ключевой сөздері ешнәрсесі толтырмаған. Басында болса да толтырып қойған болсаңыз, бұл уақытта тұратын еді, қазір ешнәрсе жоқ сізде. Соны толтырып шығыңыз. Теги ма? Теги де дұрыс жазыңыз, сосын теги жазғанда. Теги сізде қазір теги де жоқ қой. Теги толтыру керек. Қазір көреміз. Бетке бұлшет тіземіз ба, бұлшет тіземіз ба? Бұлшет тізбесе істемейді да, бір жаман жері. Так. 318 подписчик. 2023 жылы майда ашылған, Так. Инстаграм сілтемесін қойыпсыз. Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіз. Есімім Гүлбану. Күнделікті үйде дайындайтын қарапайым заттар түрін шапканы өзгертіңіз, шапка керек емес. Шапка өте қате. Хотя бы бір текст, бір андай немен жазсаңызшы, бір шрифтпен. Қ деген әріп өзі басқа шрифт қой, қарасаңызшы. Стандарт немен жазсаңызшы болмаса. Қ дегендер уже басқаша, уже каналды құртып тұрды андай. Простой қылып көрсетіп тұр уже каналды. Сіздің деңгейіңізді сәл төмен түсіріп тұр уже. Каналдың шапкасы уже сізді төмендетіп тұр. Болмаса стандарт бәрін бірдей стандартпен жазып шығыңыз текстті. Че там? Әкет қойма, маған су кетті.
Так, біреуін көрейік, бір видеоны көре салайық. Шортсты бір көріп жүрейінші. Енді сізде не жоқ, 1000 подписчиктен аспаған екен. Шортс дегенде енді так, жаңағы айтқанбай, шортс дегенде күнде бір видео салып отырыңыздар шортсқа күнде бір видео салып отырыңыздар. Тиктокты да дәл солай жүргізіп отырыңыздар. Тиктокта тоже керек сіздерге, міндетті түрде керек. Тиктокты жүргізіп отырыңыздар. Мен өзім мына продюсерлік бағытта жүргеннен кейін, продюсер болғаннан кейін, мен тиктокты да, инстаграмды да, ютубты да бәрін бірдей қатар алып жүруді мен өзім ұсынамын. Ол болу керек по-любому. Осы үшеуін жақсы білетін болсаңыздар, сіз кез келген саланы дөңгелете аласыздар. Мысалы, ютуб өзінің несі бар да, алгоритмі бар, өзінің бір жүретін өзінің скорысы бар. Кейбір салаларды тезірек көтереді, кейбір салаларды жай көтереді. Ол өзінің схемасы, сондай алгоритмі сондай өзінің. Оған біз тиктокты қосатын болсақ, ол одан да тезірек дамиды. Инстаграмды қосатын болсақ, ол одан да тезірек дамиды деген сияқты. Сосын жаңа сілтеме деген жаққа, сол тикток, инстаграм, фейсбук, басқа бәрін сілтемесін қосып қоясыздар. Ол кірсін, ол жаққа кірсін, кірмесін, ол по-любому болу керек нәрсе. Ол связан нәрсе бір-бірімен, әлеуметтік желі. Сосын біз әлеуметтік біреудің видеосын көшірген кезде де андай ойлаймыз ғой кейде, бүйтіп қоя салдым деп, типа интернетті, ютубты алдағымыз келеді да, кейбір біреудің видеоларын бүйтіп. Ютуб ол сізден ақылды ғой, біз интернетке қарап оқимыз ғой, интернет бізден оқымайды. Сол үшін де бұл әлеуметтік желіге барынша әрбір жасаған әрбір іс әрекетке мән беру керек. Тақырып жаздық қой, ол тақырыпқа да мән бересіздер. Мына жерде қай тақырыпты көрсем болады екен? Жартылай қазақша, жартылай орысша тоже. Қамырдағы шұжықтар дейді. Баунти деген көрейікші. Мені қардыңыз ба? Мені қарадыңыз ба дейсіз ба? Айтыңызшы, тикток ақша төлей ма дейді. Тикток енді просмотрға ақша төлемейді. Жалпы эфирге подарка жинау деген сол ғой, содан жинайтын нәрсе. Жалпы ютубта да, тиктокта да табыс табатын жолдары енді ұқсастау ғой. Мақұл, енді не жағынан ғана болмаса, монетизация жағынан болмаса, товар сатуға да болады, услуга ұсынуға да болады. Бірақ тиктокта просмотрға ақша бермейді. Тиктокта жаңағыдай осылай эфирде кіріп подарка жинайсыз, болмаса қызметіңізді ұсынасыз, товарыңызды сатасыз. 10.000 подписчикке жеткеннен кейін тиктоктың да монетизациясы деген бар. Ол монетизация деген просмотрға емес, по-любому просто сіздің видеоңызды көріп отырады да, сізге подарка жібере береді. Сол. Так, бір ғана не айтайын, Гүлбану ханым, сізге. Бір ақ не айта салайыншы. Бір емес, бірақ бірнеше нәрсені айту керек қой сізге. Басынан бастап айтайын. Басынан бастап толтырып шығыңыз. Каналдың ключевой сөзін толтырасыз. Бірінші каналдың ключевой сөзін толтырасыз. Сосын каналдың әр видеоның жеке-жеке настройкасын жасайсыз. Теги ма, тегиін де дұрыс жазуыңыз керек. Сосын теги жазғанда да, ключевой сөз жазғанда да алдына хэштег қоюдың қажеті жоқ. Ол хэштег жазып барып іздемейді ол. Мысалы, мынандай нәрселер керек емес. Мына қараңыз. Баунти, мынандай енді алдына хэштег қою ол керек емес ол. Бұл уже теги ғой, почти. Теги дегенге ол іздейді деген сөз ол. Баунти, хэштег қойып баунти деп іздемейді ғой ол. Іздегенде де ол, мысалы, просто логиканы түсініп алыңыз да, логика. Мен сіздің қазір баунти не деген көріп жатырмын да видеоңызда. Мына жақта сіз жазып қойғансыз хэштегпен баунти бір екеуін. Банан деп. Мынаны қараңыз, логика. Просто халық қалай іздейді. Сіздің видеоңызды жұрттар қалай іздегенде сіздің видеоңыз шығу керек. Сөйтіп ойлаңыз, болды. По-любому ол алдына хэштег қойып баунти деп жазбайды ол адам, іздемейді өйтіп. Ол адам былай іздейді. Баунти жасау деп іздейді. Баунтиді қалай дайындаймын деп іздейді. Мен баунтиді қалай жасасам болады деп. Болмаса мына жерге поискке баунти деп жазып көріңіз. Баунти қазақша деп па, баунти бірдеңе десеңіз, астына баунти жасау, баунти дайындау, бірдеңе деген сияқты әртүрлі өзі көбірек ізделетін тақырыптарды шығарып береді. Сол тақырыптардың бәрін алыңыз да тегиге жазып тастаңыз. Просто так осыны істеңізші хотя бы. Андай алдына хэштег қою деген бәрін қайтадан өшіріп тастаңыз, сосын қайтадан жазып тастаңыз, болды. Каналдың ключевой сөздерінде де сондай жасаңыз. Сосын қазақша, орысша сөздерді араластырмай қойыңыз, лаж болса. Бәрін қазақша істей беріңіз. Не істейсіз ол орысша? Рецепттер дейсаңыз болмаса. Үйін бірдеңе істеу, мынандай істеу деп жасай берсеңізші. Андай орысша керек емес. Уже болмаса орысша кетіңіз полностью. Или сіз бәрін яқта орысша сөйлеп жатқан жоқсыз, қазақша сөйлеп жатсыз. Онда сіз бәрін қазақша жазуыңыз керек болды.
типа көп адамға көрінемін деп ондай өйтіп жазудың қажеті жоқ. Осыны істеңіз болды хотя бы. Әйтпесе басқа жақтан каналдың шапка оның бәрінің қасында қайта қалып кетті. Олардың сыртқы келбеттер да, ол шапка, обложка, логотип деген бәрі ол сыртқы келбеттер екен. Мына жерде осы хотя бы настройкасын істеңізші, ол бірінші орынға шығып тұрады видеоңыз сол кезде. Мен қазір поискке баунти жасауды іздесем, сіздің видеоңыз шықпайды бәрібір ше. Или іздеп көре салайын ба? Іздеп көре салайын, шығамын екен. Баунти деген қайып салайын. Баунти. Мен іздеймін, примерно баунти жасау деп іздеймін мен. Или баунти дайындау деп па. Іздейтін адам жалпы осылай іздейтін шығар өзі, жалпы да. Домашний баунти, мінекей мына жақтан мынандай каналдар шықты. Мен сіздің видеоңыз уже 3-ші орында шығып тұр, қараңыз. Неге сіздің видеоңыз не үшін 1-ші орында шықпайды, не үшін? Мынаны 1-ші орынға шығару керек сол кезде. Мына жақтан көрген қаншама просмотрлардың бәрі сізге жазылатын еді сол кезде. Сіздің видеоңыз 3-ші шығып тұр. Сізде настройканың өзін дұрыс жасамаңыз, бірақ хотя бы тақырыпты жазып қойғансыз ғой, баунти деп бір сөз. 1-ші орынға шығару керек сол кезде. Мына жақтан көрген қаншама просмотрлардың бәрі сізге жазылатын еді сол кезде. Сіздің видеоңыз 3-ші шығып тұр. Сізде настройканың өзін дұрыс жасамаңыз, бірақ хотя бы тақырыпты жазып қойғансыз ғой, баунти деп бір сөз болса да. Бірақ сіз баунти жасау, баунти дайындау деген сияқты істейтін болсаңыз, сіздікі 1-ші шықпайды. Дайындау дейші ал. Шығам екен. Баунти дайындау десем де тоже жақтан басқа біреулер шығып жатыр. Сіздікі 3-ші шығып тұр, көрдіңіз ба? Сіздікі уже налардың қараңыз, 102 мың просмотр. 1000 просмотр. Сіздікі 140 просмотрдан қараңыз. Бәрі кетіп қалды, просто далаға кетіп қалды. Вот Гүлбану ханым. Кім қойды оны? Кім қойды? Ол хэштег деген, ол хэштегтің өзінің жазатын орны бар. Ол хэштегті сіз описанияға жазасыз. Описанияға жаза беріңіз, ол жаңа баунти дейсіз ба, басқа дейсіз ба, хэштегпен жаза беріңіз ол описанияға. 15 хэштегке дейін жаза беріңіз. Ал тегиға, ключевой сөзге ондай нәрсені жазуға болмайды. Курсты кім үйреткен білмеймін, бірақ ол дұрыс емес. Так, келесі. Так, Гүлекенің кеңестер дейді, интересный тақырып. Гүлеке. Жалпы Гүлекенің қазақша жазайын ба, или Гүлекенің нені деп жазайын ба, қалай жазайын? Кеңестері деп. Гүлекең деп қазақша жаза берейінші. Так, Гүлекенің кеңестері деп жазайық. Понятно. Не дейміз, так. Так, шапканы қараңыздар енді. Жаңа айтқандай, мына жақты толтырасыз, описанияны полный жазыңыз, уже қысқа. Көбірек жазу керек. Бұл канал сәлем десіңіз. Мен мынандай канал, бұл каналдың ашылу себебі мынандай, бұл каналда мен мынандай нәрселерді айтамын, бұл сіздерге пайдалы болады деген үміттемін, сол үшін де каналға тіркеліп, лайк басып, бүйтіп кетіңіздер деген сияқты жазасыз толығырақ. Сосын астың жағына сілтеме қоясыз. Шапка ол қате. Просто қате. Шапканы өзгертесіз. Так, кеттік келесі. Шортс. Шортс дегенде ешнәрсе демеймін, бірақ шортс салыңыз. Шортс көбірек салыңыз.
TikTok сияқты күнде бір видео салып отырыңыз. Shorts сізде өте аз. Санайтын болсам, қазір санауға да келіп тұр, өзі аз екен. Просто видеоны көрейінші, давай, бір видеоны. Мына кісіде тоже андай бір кісі айтқан ба, білмеймін енді, сәл осындай кісілер. Жалпы айтайын, бір ұрысым келіп тұр біреуге ше. Андай қылып жазбай қойыңыздар, тағы айтайын сіздерге. Алдына алдына уже андай қылып жазып жатыр екен мына кісі. Бір жаңа ана кісі уже хэштег қойып еді, мына кісі алдына собачка қойып жатыр. Мынау керек емес, мынау собачка. Зачем собачканы? Алдындағы А. Зачем ана алдындағы тұрған А деген? Көрінбей қалды ғой. Каждый тақырыптың алдында андай А деген андай собачка тұр. Зачем ол, керек емес қой. Так, кеттік онда, біреуін көрсек. Холодец жасау. Давайте көрейік, холодец жасау. Тақырып жақсы. Настройкасы жасалған ба, көрейік енді осыған қатысты. Каналдың жалпы каналдың настройкасы ешнәрсе жоқ. Каналда ключевой сөздер ешнәрсе жазылмаған. Нет теги, нет каналдың ключевой сөзі, короче. Сондай болып тұр. Қараңыздар, сенбесеңіздер. Ешнәрсе жоқ, каналдың ешқандай ключевой сөзін жазбаған. Тегиге де ешнәрсе жазбаған. Еще иншот деп бірнандай бірдеңесі қойыпты оны. Қажеті жоқ нәрсе. Оценка ол 0 белгілі. Оценка қазір 0 болып тұр. Оценка 0 болып тұр деген себебі ол рекке шығуы өте төмен деген сөз. Оценка минимум. Оценка ол 0 белгілі. Оценка қазір 0 болып тұр. Оценка 0 болып тұр деген себебі ол рекке шығуы өте төмен деген сөз. Оценка минимум 40-тан жоғары болу керек. Сол кезде ол видео рекке қарай самал жылжиды деген сөз. Баяғыда агентте отырған ғой дейді. Я соны. Әли кізі бір көріңізші, менің каналым емес, бір көріңізші. Аяулым Алимхан, қарап беріңізші. Қай қаладасың бауырым дейді. Алматы қаласындамын. Баяғыда агентте отырған ғой. Разбор күтемін, күтесіздер, қазір айтамын. Кеттік ал, басқасын көрейік. Жалпы Гүлеке, сіз енді шамалы жұмыс жасаңыз, сізге может білім керек шығар. Бұны енді 1000 подписчик дегенде просто так видео сала берсе де 247 1000 подписчик жететін уақыт болды бұл уақытта. Өтірік ешнәрсе емес, настройка ешнәрсе істемей-ақ, просто өтіріктен видео сала берсеңіз де ол жиналады. Так, келесің кім тыңсың? Ана жақта енді көп адам жазып жатыр. Так, меруерт кеттік. Меруерт Жұматай. Жалпы біреуге жасап жатқан разборым ол басқа адамға да пайдалы болады. Өйткені түсініп отырсыздар ғой, теги деген не үшін жазылғанын түсініп отырсыздар. Ключевой сөз не үшін керек, оценка не үшін көтерілу керек. Так, кеттік. Ашық әдемі екен мына кісінікі. Так, рецепт дейді. Меруерт Жұматай. Дайынсыз ба? 8 август. Кеше ғана ашып сол. 68 подписчик жинапты. Меруерт ханым. Қарап отырмын, Меруерт ханым. Айта берейін онда.
Сізге де сондай о канал жақтағы каналдың несін толығырақ жазып шығыңыз, орысша и қазақша жүргізіңіз каналды. Ол керек емес, орысша қазақша араластырып рецепт анау қазақша жасасаңыз, не істейсіз, орысша толтырып сіздің рецепт туралы оны орыстар давно жасап тастаған ғой по-любому. Онда қазақша істей беріңіз. Қазақта пустой да нарық бос, сол үшін де қазақша кіре беріңіз. Қазақша болса тезірек көтеріледі. Сосын ана жаққа сілтемелерін қоясыз. TikTok, Instagram бәрібір оларды қою керек. Шортс дейтін нәрсе жоқ. Шортс де қазір көреміз. Бар екен, бес шортс бар екен. Енді жақындашқан сияқты, бірақ шортсты көбірек сала беріңіз. Шортс көп керек болады по-любому. Енді ұзақ видео, енді нормально бір айға жетпеді әлі. Біреуін көрейік онда. Сіз таңғалдырғансыз біздің айс латте жасалу. Осы күш. Жартылай орысша уже керек емес та, орысша қазақша араластыру. Калмен разбор деген не деймін? Жай андай не ғой бір? Не десе болады, разбор деген талқылау ма, солай айтсақ болады шығар. Қате жерлерін көріп, талқылау, қатемен жұмыс деген сияқты ғой. Сізге жалпы білім керек болады сізге. Или логика керек. Бұрын оқығасыз ба бір жерде, ютубта не істегенсіз? Ана жақта сізде қазір оценка 0 болып тұр да, ол неге оценканы қараңыз. Меруерт ханым. Сіздегі оценка 0 болып тұр. Сізде толтырылмаған ешнәрсе толтыру керек полностью. Каналдың настройкасын полный жасап шығу керек. Сосын настройка айс латте деген примерно тақырып маған интересный болғаннан кейін, тақырып жақсы болғаннан кейін мен сразу настройкасына кірдім. Айс латте жасау деп, негізі теги болсын, басқа жақ болсын, солай жасалу керек. Хотя бы осы айс латте деген толтырып шығыңызшы. Айс латте қазақша деп, айс латте жасау, айс латте дайындау деген сияқты тегіңізді жазыңызшы. Ана жерде оценкаңыз 1-ден 40-тың үстіне шығып кетеді. Ол уже жақсы болады. Мен айс латте жасау деп мен поиске жазып көрейін. Сіздің видеоңыз ол шықпайтынына мен сенімдірек болып тұрмын. Айс латте жасау. Ой, мынау английский болды. Неке айс латте жасау дегенде уже сіздің видеоңыз жоқ. Мына жерде ләззат деген кісінікі, просто бірдеңе деген кісілердікі уже 7.000, 14.000 просмотрлар кетіп қалған астында, жоғары жақта. Сіздің видеоңыз вообще жоқ мына жақта. Сол үшін сізге осы хотя бы айс латте жасау деген сияқтыларды хотя бы тегиге жазуыңыз керек еді, шамалы. Сол кезде сәл болады. Бірақ сізге логиканы түсіну керек бірінші просто так хотя бы білім албаңыз, болмаса ютубта қарап болсын, басқа жақта қарасын, болмаса бір эксперттерден курс алып, білім алып сөйтіп алсаңыз тезірек көтерілесіз. Өзім жетем дейтін нәрсе ол по-любому өзіңіз үйренесіз. Ол самоучка мен де үйренгенмін, ол біраз уақыт кетіп қалады, жылдап, айлап, пәленбай уақыт кетіп қалады. Бәрін бір жерде жинап тезірек үйренетін болсаңыз, ол жақсырақ. Тезірек жетесің нәтижеге. Әйтпесе біздің кезімізде бізге үйрететін ешкім болмады ғой, үйретіп отыратын. Сізге просто настройка жасау керек, каналды полный толтыру керек. Сіз енді ғана ашқасыз. Сізге сала беру керек, жасай беру керек, настройкасын бәрін. Жалпы сізге білім керек болады. Бір ай бұрын ашылған каналға қазір кіре берсем бола ма дейді. Болады, я? Болады. Оценканы өзіміз көре аламыз ба дейді. Я, көре аласыз. Ол үшін сайт керек болады. Мен English тест түсіріп жүрмін дейді. О, күшті. Көре салсаңыз ертең бос болмаймын. Так, кеттік. Мына кісі жанынан бері жазып отқан сияқты. Бір-екі рет көріп қалдым да. Crazy деген мен бұрын көрген сияқтымын ше. Бір-екі рет. Көрмедім ба?
play 8 дегені кеттік ал. Так, сіздің каналыңыздан ғой, Так, бұл жерде не айтасыз сіз? Мына каналдар авторский келетін каналдар екен, маған авторский нелер келіп жатқан жоқ па, мына шортстарға? Авторский өте көп келеді ондайларға. Нарушение көп болуы мүмкін сізде, по идее. PS 24 ойын ойнадық дейді. Көреміз қазір. Курсқа қатысу жайлы, офлайн обучение жайлы, басқа Алматы қаласында офлайн дейтін болсаңыздар, ондай болса, маған жекеге жаза бересіздер. Мына жақта сілтеме бар, төмен жақта TikTok'ым, Instagram, WhatsApp'ым, сол жаққа жаза беріңіздер ондай нәрселерді. Так, қосылсыншы. Шортсқа авторский право деп келе ма дейді. Келеді, келеді ғой, неге келмейді? Футбол, игры, видео, челлендж, анау. В общем, дұрыс емес бәрі. Аналар бәрін дұрыстап түсіндір. Сіздің жалпы темаңыз не өзі жалпы? Соны түсіне алу керек. Не туралы түсіресіз жалпы? Ойын дегенде де анау. Бір. Дұрыс жүйе болмай тұр да мына жерде ше. Киноның жаңағы не гол соққан моменттердің бірдеңелерін қырып тоже салғас. Арасында PS-ің несін жаңағы ойнағас. FS 24 ойнаймыз деп. Телефонмен ойнағас деймін, Dream League ма? Качество өте сәл-сәл нашар болады, телефонмен түсіргеннен кейін сәл-сәл. Сізге нені дұрыс толтыру керек, тақырыбыңыз неге қатысты, соған қатысты ключевой сөздерді соған қатысты толтырып шығыңыз. Dream League, мысалы ойын ойнау деген сияқты, соған қатысты қалай жұрт іздейді, сіздің тақырыбыңыз қандай тақырыпқа шығады, соған қатысты толтырып шығасыз. Әйтпесе сіздікі вообще келіп тұрған жоқ. Кейбір FIFA, кейде челлендж бірдеңе деп жездуға деген сияқты біреулер қолданғанды көремін алдында. Ондай нәрселер керек емес. Челлендж, мысалы, ондайлар керек емес. Видео, игры деп қойып мына жақта, Олар наоборот бір қазақша түсіріп жатсыз ба, сіз онда қазақша толтыра беріңіз. Бүгінгі матчқа өте қызықты өтті. Жалпы андай бүгінгі матч қызықты өтті. Мына гол соқтым дегендерге настройка керек емес. Жалпы настройка жасайсыз. Хотя бы crazy black play деген кезде іздегенде шығатындай қылып настройка істеп қойыңыз. Хотя бы болмаса сол ойын жайлы FIFA-ға қатысты настройка толтырып қойыңыз. PS-ге қатысты нәрселерді толтырып қойыңыз. Маған WhatsApp-пен жазып отыр ғой бір кісілер. Кім маған подписан екенін қалай білсек болады дейді. Оны не істейсің, кім тіркелгенін көріп? Аға, обзор жасап берші. Marvel деген уже сіз кинолардан алмағыз ба? YouTube'қа мүмкін болса деп жазсаң шығады. Аяулым Әлімхан деген жаңа көрдің ба, көрмедің ба? Көрген жақтан ба? Көрмедің ба? Marvel деген канал кинолардан неден емес па? Үзінділер емес па?
Мен Асылбек Жұмағалидың шәкіртімін дейді. Не күн көрсін. Асылбек па? Асылбек дегенге айтсаңызшы, шәкірті болсаңыз. Қазір көреміз, бәрін көреміз, уайымдамаңыздар. Полный болып шығамын. Үлгергенше, телефон заряды өлгенше көрем, қалғанын ертең көреміз. Так, аяулым. Сәрсенбі және жұма күндері арнамда жаңа рецепт. Мына ана ше? Кім? Аяулым қан? Жаңа айттым ғой, описание, о канале деген жақтағы описание жазасыз ғой. Осы описанияның астына сілтеме қою керек дедім. Сіз сілтеме дегенде мына жерге қоюдың, мына қажет емес, мына жерге қоюдың қажет жоқ. Ол бәрібір шықпайды, көп шықпайды ол. Сен тұр. Ол описанияда орында, ол описанияның орны. Ол жерге сілтеме қоюдың қажет жоқ. Сілтеме қоятын өзінің астында орны бар. Мына жерде өзі сілтеме шығып тұр, Инстаграмдікі. Осы сияқты мына жаққа қоясың. Алардың, мына қанша сілтеме бар, мына барлығы Инстаграм білде. Жалпы осы жаққа қоясыз барлығын. Сілтеме мынандай көп жанып тұру керек. Так, шапка. Вот. За 10 минут. Сіз де әйтеуір орысша қазақша араластырып істей беріпсіз, орысша, қазақша кетсеңіз, одан да бұл уақытта нәтиже күштірек болатын еді. Керек емес андай араластырып жазу. Так. Самса қазақша рецепт өте оңай адам. Самсадан келші. Жалпы ютубта просмотр жинау үшін, подписчик жинау үшін ол жердегі жасалған әрбір іс-әрекет ол маңызды. Жалпы шапка ма, ол шапка, ол да өзінің маңыздылығы бар. Шапканың өзінің рөлі бар. Логотиптің өзінің рөлі бар. Оның астың жағында каналдың описаниясы, сілтемелері, обложкалары, тақырыбы, тіпті каналдың тақырыбы, оның өзінің ережелері бар. Описание ма, оның ережесі бар. Хэштег қою ма, оның ережесі бар. Теги ма, оның ережесі. Каналдың ключевой сөздері, конечный заставкалары, бәрінің өзінің ережесі бар. Сол ережемен істейтін болсаңыз, ютубтың өзі-ақ сізге просмотр, өзі-ақ подписчик жинап береді сізге. Біз қатты білгіш сынып кетеміз да, өзіміздің фантазиямызбен бірдеңелерді шығарғымыз келеді. Ол керек емес ол. Мысалы, самса қазақша рецепт өте оңай әрі дәмді бірдеңе самса депсе, оны өйтіп іздемейді. Сол теманы сізге просто логика деген нәрсені түсіну керек қой. Сіздерге ше логиканы түсініп шықсаңыздар жақсылап. Самса жасау деп іздейді, оны белгілі. Самса дайындау деп іздейді. Соған қатысты толтырасыз, тегидің барлығы соған қатысты толтырасыз. Каналдың ключевой сөздерін толығырақ жазасыз. 3-4 сөз деген ол өте аз. Оғанда шамалы толтырып жазыңыз шамалы. Сосын каналдың теги деген нәрсесін, оның бір жаңағы логикамен жұмыс жасайсыз оған. Каналдың әрбір видеоның тақырыбы қандай, соған қатысты әр видеоның тегиі әртүрлі болған жақсы. Сосын аяулым деп іздесе де, аяулым Акимхан деп іздесе де, сіздің каналыңыз бірінші шығатындай қылып істеп қою керек. Ол сөзді бірінші шығу үшін сіздің сол сөзіңіз каналдың ключевой сөзінде жазылып тұрса, қайта әрбір видео шыққан сайын ол уже расталып, сол сөздің құндылығы сізге келеді. Сол сияқты мына жаққа рецептке қатысты нәрсені сәл толығырақ жазсаңыз, ол каждый видео салынған сайын сол уже каналдың ключевой сөзінде тұрғаннан кейін ол қайта қолданып, мына сөз уже мына каналды келген деп сізге береді. Сол жағынан жақсы. Сол үшін дұрыс толтырыңыз ана жақта. Американский YouTube үйретесіз ба дейді. Я үйретем.
сол жалпы каналдың настройкасын жасаңыз, каналдың ключевой сөздерін жазыңыз, оптимизацияны жақсылап жасаңыз, теги ма тегидің өзінің ережесімен жүріңіз. Әйтеуір сөз жазу керек емес ол жерге. Орысша сөздерді араластырмай қойыңыз, сіздің тақырыбыңыз ол қазақша. Сол үшін орысша сөз керек емес оған. Самса жасауды іздесем сіздің видеоңыз шықпайтынына мен 100% сенімдімін. Сол үшін бұл оған ғана қатысты емес, барлық видеоның примерно темасын түсініп тұрмын. Сол үшін басынан бастап каналдың настройкасын жасап шығыңыз. Шапка деген енді жалпы жоқтан бар деуге болатын шығар, бірақ одан да күшті қылып жасасаңыз тіпті жақсы болар еді. Енді сәл енді міндетті түрде өзімнің түрімді көрсету емес, ол жерде жалпы не туралы екенін білсе болды. Простой болып тұр енді, бірақ сонда да енді алда уақытта тағы да жасауға мүмкіндік болса, шапкаңызды өзгертсеңіз болады. Ну енді логотип әдемі, өзіңіздің суретіңіз күшті тұр, әп-әдемі болып. Су дедің ба? Су жасыршы ма? Обзор жасап беріңізші, профильді тұр сілтеме дейді. Енді мен қазір сіздің неңізде кіретін болсам эфирден шығып кетемін ғой мен. Онда каналдың атын жібересіңізші. Мына жерде қаншама адам қарап отыр. Менің зарядым үрейін отыр ғой жерге. Зарядтап қойық. Өстіп тұр айта берейін, ә? Мынаған 1045 рет жазып жатырмын, сізге оқымайсыз ғой, каналымның атина Мадина Манасқызы дейді. Сіз ғана емес, жалпы мына жерде қаншама адам 1045 рет жазып отыр. Сосын бір сұрақтарға бір жауап беріп жүрейін деймін ғой. Шетінен келе жатырмын ғой жалпы. Мынаған деп жазғанға. Так. Отырып беріп ұзап кетті. Көрейік тағы онда. Мадина ханым дайын болса. Қатты айтайын бізге. Нормально ма каналыңыз? Нормально деп ойлайсыз ба? Көршейік. Опа. Анама қош келдіңіздер, қазақша тегін рецепт ұсынамын дейді. Жалпы сізді жаңа рецептке қатысты нәрсені жұрттарға, басқа кісілерге де айтып отырмын ғой қаншама. Сізді түсініп отқан шығарсыз, темаңызды, өзіңіздің кейбір қателіктеріңізді түсініп отқан шығарсыз. О канале жақты толтыру, оны түсініп тұрған шығарсыз. Бірақ обложкаларыңыз жақсы екен, күшті, өте әдемі. Сіздерге тоже бір көрсетіп жасайын. Шапканы енді өзгерту керек шығар. Обложкаларын қараңыздар, әдемі екен. Түсінікті, күшті көрініп тұр. Жанда пирогтары нелері дайындалған тұр, қасында жазып қойған әдемі алып. Осындай жазсаңыздар. Сосын барлығын қазақша үлкен әріппен жазу деген керек емес. Бәрін үлкен әріппен жазып іздемейді оны. Классикалық бисквит деп дәл осылай бәрі үлкен әріппен жазып ешкім іздемейді. Кішкентай әріппен іздейді наоборот. Сол үшін бас әрпі үлкен болса үлкен бола берсін, қалғандарын кішкентай әріппен жаза беріңіз. Жалпы барлықтарыңызға айтамын. Қазір каналдың бір несін көріп жасайын, настройкасын. Сосын жаңағы о канале жақты толтырып шығасыз. Оны түсінген шығарсыз, иә? Жалпы мына шапкамен нені өзгертесіз ау сіз, логотипті. Шапкамен логотип.
енді өзіңіздің атыңызды жалпы барлықтарыңыз айтарым да, ол өзінің атын таныту емес мәселе. Бұл жерде каналды жақсы дамытуған жақсырақ та. Кейде болады, шапканы өзгерту керек болады, тақырыпты өзгерту керек болады. Шапканы өзгерту керек болады, тақырыпты өзгерту керек болады. Мысалы, Мадина Манасқызы емес, наоборот, бірдеңе хукния қатысты бірдеңе деп каналдың атын сондай қоша салатын болса, жақсырақ, басқаша да ол уже. Мысалы, каналдың аты Мадина Манасқызы деп тұратын болса, ол басқа кісілер кейде тіркелгісі келмейтін адамдар болады ше, ондай адамның аты жөні тұрғаннан кейін уже тіркелгісі келмейтін адамдар да болады. Кейде көре алмайтындар, мысалы, басқа қыздар тіркелгісі келмейді. Мысалы, жігіттердің, мен Асылжанды ашып қойатын болсам, жігіттер тіркелгісі келмейді маған, мысалы ше, сондай сияқты. Сол үшін де мен атын Кахот деп басқаша қоя салдым просто. Сол жақта сізде бір асхана деген сияқты бірдеңе болатын болса, ол уже басқа тема, ол уже. Сіздің түріңіз наоборот көрінбейтін болса, уже басқада көбірек тіркелуі мүмкін бе, ол белгісіз да. Жалпы сәл өзгерту керек шығар мына жақтарды, сәл міндетті түрде сурет көрсету керек емес, жалпы. Сосын мына жерде толтырып шығыңыз ол канал жақты. Қазір видеоларды бір жаймен қарап шығамыз. Жүгеріні дұрыс әзірлеу дейді. Давайте кеттік. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Сіздерге жүгеріні дұрыс әзірлеуді көрсететін боламын. Алдымен менің канал. Жалпы түсірілімі өте күшті екен. Ұнады маған. Түсірілімі өте әдемі. Сізге де айтарым сол жаңағы каналдың настройкасын полный толтырып шығу керек. Сізде оценка 0 болып тұр қазір. Сіздің де оценкаңыз 0 болып тұр. Мадина Манасқызы. Сіздің де оценкаңыз 0 болып тұр. Мына жақтың бәрі қып-қызыл болып тұр. Сіздің каналыңызды полный толтырып шығу керек. Каналдың настройкасы жоқ. Каналға настройка жасау керек. Қай уақыттан бері ашылған екен, қазір айтамын. Жалпы каналдың ключевой сөздерін жазасыз, каналдың настройкасын полный толтырып шығасыз. Описаниялардың өзінің ережесі бар, ол жерде де дұрыс жазу керек. Слишком қысқа болмау керек, слишком үлкен көп болмау керек деген сияқты өзінің ережесі бар. Тегей ма, тегейді де жазыңыз. Жүгері ма, жүгеріні дұрыс әзірлеу керек па? Жүгеріні дайындау, жүгеріні қайнату, жүгеріні дұрыс әзірлеу деген сияқты тақырыптар жазғасыз да, бірақ мына жақта жоқ. Сол сөздердің барлығы тегейде де болған жақсырақ. Сол кезде ол сөздер кейде описаниеде де болған жақсы болады. Мына жақтағы видео бірінші орынға шығу үшін. Конечный заставка ол вообще жоқ сізде. Подсказки деген нәрселер вообще жоқ. Закрепленный комментарий деген ол просто закрепленный комментарий дегенді андай қабылдамау мүмкін да жұрттар, бірақ оның да үлкен рөл атқарады ол да. Қазір сізде ешнәрсе жоқ, қараңыз, дым жоқ. Каналдың не теги, ешнәрсе жоқ, каналдың ключевой сөздері теги. Бірдеңе жазып қойсыз, еді бәрін қосып уже болмайды. Жалпы басынан бастап каналдың настройкасын істеп, жалпы видеолар өте әдемі, күшті екен. Сізге просто каналдың настройка жасау деген теманы үйреніп алатын болсаңыз, манақта қаншама әдемі нәрселер жасағасыз да видеоларда. Қаншама еңбек тұр мына жерде. Бәрін әдемі түсіргенсіз, тамақты әдемі жасағасыз, күшті қылып істегенсіз, бірақ настройка жоқ, каналды дұрыс толтырмағансыз. Әйтпесе, мына жақта қазір жүгері дайындау деп іздейтін болсам, ол қаншама мың просмотрлардың бәрі уже басқа бір жұрттарға кетіп қалды. Сізге ол просмотрдың ешқайсысы келген жоқ. Не үшін келген жоқ? Өйткені сіздің тақырыбыңызға ешқандай настройка жасалған жоқ, сіздің каналыңызға настройка істелген жоқ. Каналды настройка етіңіз, сол кезде солардың просмотрлардың бәрі сізге қарай өтетін болады, келесіде іздегендегілер. Сол просто настройка істеңіз болды. Басқа ешнәрсе емес, қалғандары нормально. Мақұл, логотипі де қалғанда тұра берсін. Хотя бы настройкасын істеңізші, сол әдемі болады. Қазір қандай заттар өтіп жатыр. Ниша дегенде Инстаграмға Ниша деп жазсаңыздар, тоже тегін чек-лист бар, соны аласыздар. Ол жерде қазіргі 2023 жылы атып жатқан Ниша салаларды айтқанмын. Соны алып алсаңыздар болады. Инстаграмға Ниша деп жазасыздар. Музыка әлемі деп сіз қазір жіберіп жатсыз да, ол музыка әлемі уже дұрыс емес сияқты, менің ойымша қазір көрейінші. Жалпы музыкалық каналдар сәл опасный да.
өйткені мен де ол тест жасап көргенмін өзім музыкалық каналда. Бір айдың ішінде 11 мың бірдеңе мың подписчик тастадым. 11.800 ба сондай подписчик бір айға жетпей. И бір айға жеткеннен кейін ол бірден уже банға кетіп қалған. Бірақ сонда да көре салайын, ол музыка әлем десем де қазір шықпайтын сияқты сіздікі біріншіден. Екіншіден ол ішіндегі сіздің каналыңызға ол не келеді? Дейді жаңа нарушение келеді. Егер ол автормен келісілмеген болса. Кеттік көрейік. Музыка әлем деген ау ма сіздің каналыңыз? 1091 ма бірдеңе подписчик бар. Бірінші тұрған сіздің каналыңыз ба? Осы болса айтыңыз, мен қазір ішіне кіремін. Я дейді қазір. Кавер болса онда болады, каверге еш нәрсе қалмайды. Ал енді біреудің видеосын, біреудің музыкасын полный көшіріп алу, ол енді нарушение бұзу болып саналады. Бірақ сіз еш нәрсе неқті. Сіз андай кейген нарушениелерді сразу өшіріп тастаған сияқтысыз ғой, қазір сізде авторский права дейтін бұзылған нәрсе бар ғой, өзіңіз көрген шығарсыз. Кім? Мистер Улан деген кісі. Қазір сіздің каналыңызда жалып келіп тұр, авторский нарушение келіп тұр, явно. Болмаса қарап көріңіз. Олардың видеосына уже авторский по-любому келеді. Олар енді шортс қой, бұған енді нарушение келмейді, бірақ авторский жалып деп келіп тұр. Мақұл, ертең сіз 1000 подписчик жинап, монетизацияға қосуға заявка жіберсеңіз де сіздің каналыңыз монетизацияға қосылмайды. Өйткені жалып авторский өте көп шығар. Андайлар енді мақұл, нарушение келмеуі мүмкін еш нәрсе, бірақ жаңағыдай біреудің әндерін көшірілгеннен кейін олар по-любому авторский жалып деп тұрады андайлар. Сол үшін әсіресе біреудің әнін, клипін көшірудің вообще қажет жоқ. Сразу айтайын. Келесі Құран деген көрейін. Екі не қояқ? Құран, екінші андай, Құран, екінші латыншасы, Мама, сіздікі? Мына канал ма сіздікі? 231 мың подписчик бар. Осы болса, я деп жазып жүріңіз. Осы ма сіздікі Муслим деген кісі? Қалған үлгірамай айтқан кісілер болса, қалғандарыңыз инстаграммен маған жібере беріңіздер. КС Motors деген кісі көрім, мына кісі тезірек жауап берсе. Муслим деген кісі шығып кетті ме, шыққан жоқ па? Сразу жауап берсеңіз, жерде күтіп отыр біраздан. Жоқ дейді. Қанша подписчик бар сізде? Жиырма төрт подписчик. Все. Так, көріп тұрсақ қазір. 7 видео салыппыз, Мектеп оқисыз ба сіз, или студентсіз ба?
сол жаңа айтқандай барлықтарыңызда сол бәрінде бір қателік қазір ше. Оканалдегі каналдың сілтемесі, каналдың описаниясы, шапка деген нәрселердің бәрі енді уже қате ғой, белгілі. Сынуля бастайтын адамға қандай кеңес бересіз дейді. Шаршама деймін ғой, бірден айтамын. Мысалы мынандай Құран тыңдау, так қалай ойлайсыздар жалпы өздеріңіз? Мына жақта дұрыс емес енді, иә, шынымен толтыру керек. Мына жақтың бәрін толтырып шығу керек. О канал жақты жаңағы сілтемелердің астына қою керек оларды. Андай хэштегпен жазу керек емес. Бұлар енді шет жағасы ғой. Главный мына жақтағыларын көрейікші. Бірақ оған шамалы жаңа айтқандай логикамен жұмыс жасау керек болады. Ясин сүресі, так, Ясин сүресі. Тыңдау. Жақта толмаған. Жалпы сіздің тегіңіздегі оценка көтерілу үшін, бірінші орынға, екінші орынға шығу үшін сізде бұл енді мақұл, енді Ясин сүресі деген сізден бәрібір алдыңғы орынға қарай шығу қиын шығар, өйткені ол теманы түсіріп тастаған адамдар, ол туралы салған каналдар көп та, сіздің каналыңыз ғана емес, бүкіл әлем салады оны. Сосын Қазақстанда да ол туралы қаншама адамдар уже подписчигін жинап, просмотрын қойып тастаған, одан уже асып кете алмайсыз. Сіздікі бәрібір сіздің видеоңыз ол көшірілген, біріншіден белгілі, сырттан көшірілгені белгілі. Сосын Ясин сүресі деп іздеген кезде мақұл тегіге жазғасыз, бірақ ол бірінші орынға шығуы өте төмен. Бірінші не үшін? Өйткені ол по-любому жаңа айтқандай оны басқа контенттер, басқа каналдар қойып тастаған, и олардың просмотры сенен әлдеқайда көп. Ясин сүресі деп іздеген кезде олардың каналдарын көргеннен кейін оларды Ясин сүресі дегенге бұрып тастағанда каналдарын, сол теманы іздегенде соның каналын көреді дегендей. Енді сізге ол темаға жақындау өте қиындау. Не үшін? Сосын жаңағы каналдың тақырыпқа жазу, ол сөзді описанияға да жазған жақсы болады. Сосын ба тегіге жазғанда, кейде видеоны монтаждаған кезде сөйтіп сақтаған да сол да жөн болады кейде. Сосын сіздің жалпы тақырыбыңыз да өте, жалпы контентіңіз де өте қиын контент. Оны сіз одан да сіз өзіңіз сол нәрселерді егер өзіңіз істейтін болсаңыз, наоборот, сіз имам болсаңыз, өзіңіз айтып сүрені оқып, өзіңіз басқа жаңа Құран оқып деген сияқты, немесе уағыз айтып деген сияқты, соны өзіңіз түсіретін болсаңыз, немесе мешітке барған кезде түсіріп алып салатын болсаңыз, ол уже бөлек әңгіме. Сіздікі бәрібір көшіргеннен кейін ол бір жерге салынды, уже әлеуметтік желіге, оны екінші рет көшірді деген, ол уже рекке шығуы өте төмен деген сөз. Сосын мына жағы енді ол белгілі жаңа шапка, анау ол дұрыс емес. Уағалейкум ассалам. КС моторс кетті. Мен көже зарядым өлді. До конца отырайын, мен эфирден шығамыз. Қазір КС моторс деген шығам екен. Шығады деп ойлайсыз ба КС моторс десем? Так. Қайсысы енді? КС сызықша моторс, иә? Q-Pro'ға жасап беріңізші. Қазір үлгіргенше істеп қойын. Қайсысы енді мына мыңғырық тұр ғой, КС моторс деген. Ал мына қайсысы енді, ал қайтып табамыз енді оны. Ал ма? Екіншісі емес па? Сызықшасы бар екен да? Екіншісі болса, я дейді. Так, КС моторсыз көріп тұрсайық. Колеса KZ.
Instagram. 45 видео салыпсыз. Орысша ма? Қазақша ма десем? Так, орысша болса. Фильтр. Давай нам көрейік. Уже менің интернетім шайын деп отыр. Жемен нашар болып отыр. О. Тек осындай ма? Болды ма? Дұрыс емес болып қалды ғой. Уже қате болып қалды ғой. Жалпы каналдың настройкасы жасалмаған. 0 болып тұр қазір оценка сізде. Қараңыз. Сосын сіздің видеоларыңыздың аналар 24-тен бәрі шортсыз қой, бәрі почти ұзақ емес қой. Мен бәрін кәдімгі бірдеңе айтып бір не аламын десем. Сен типа не сияқты екен қандай, иә? Бұлардың бір TikTokқа да келмейді ғой, қатты. Андай сөйлеп отырып түсіру керек болады бұндай моторстарды ше. Сізден товар сатыватқан жоқсыз ғой, сатыватқан шығарсыз, мақұл, бірақ оны сатсаңыз YouTube-та бұндай қылып істеудің қажеті жоқ. Оны TikTokқа істей бересіз бұндай нәрселерді. Запчастьпен танысу түсініп тұр ма? Бұны наоборот лайф қылып түсірсеңіз дұрыс болады, жаңағыдай эффектпен болсын, фук түсіру деген ол қатты ата бермейді негізі. TikTok'та да болса да ол нәрсе қазір атпайды, баяғыда ғой, переход деген нәрселер ататын, қазір ондай нәрселер керек емес. Наоборот, оны сөйлеп түсірсеңіз жақсырақ болады. Ұзақтау ғой, YouTube-тың форматы сәл ұзақ қой өзі. Бұлар енді шортсың нәрселері. Ұзақтау қылып, хотя бы 2-3 минут қылып сөйлеп, мынандай жерге қолданады деген сияқты. Сапасы осындай күшті деп, сондай сөйлеген дұрыс болады. Мынандай же болмайды. Бұл енді YouTube-тың форматы емес та бұл. Формат емес. Бұны сіз TikTok-қа саларсыз, салсаңыз, Instagram-ға Reels-қа салсаңыз болады. Товар сату үшін ше, жаңа запчастьны сату үшін. YouTube-қа бұны конкретно таныстыру керек. Түсіру керек конкретно. YouTube-тың форматы ол пайдалы бірдеңе беру керек қой халыққа. Оценканы қалай жасау керек дейді. Сол жаңағы айтқан каналдың настройкалары ғой, сол оценка деген. Солардың бәрін көтеретін болсаңыз, оценка көтеріледі. Теги жазсаңыз, дұрыс жазсаңыз, ключевой сөздерін дұрыс жазсаңыз, конечно, заставкалар бір-біріне, подсказкалардың бәрін дұрыс істейтін болсаңыз, нормально болады. Так, ондай болса мен эфирден шығамын деймін, иә? Ассалаумағалейкум, қалайсың, брат? Қай қаладан боласың дейді. Алматы қаласындамыз қазір. Сосын жаңағы сабақ сұрап жатқан кісілер болатын болса, онлайн, офлайн қазір негізі орын толып тұр, бірақ алдағы уақытта тоже ашылады. Офлайн сабақта, онлайн сабақ қазір болып жатыр. Еще 50% жеңілдік жүріп жатыр қазір. Ол туралы сұрақтарыңыз болатын болса, оны жекеге жазып сұрай бересіздер. Сосын басқа сұрақтарыңыз болса, басқа сұрақтарыңыз канал жүргізуге қатысты болатын болса, оны да жекеге жазып сұрай беріңіздер. Жекеде номерім тұр, басқа тұр, бәрін жазып көре бересіздер. Сосын тағы не? Сол жалпы қазір енді үлгермей қалған қаншама адам енді істей алмай қалды мына жерде. Ешқайсыңыз ренжімеңіздер. Бүгін енді барынша енді үлгеруге тырыстым. Енді пайдам тиген шығар, біраз адамға барынша енді тиюге тырысты, енді барынша тырыстым. Енді қалған кісілер, үлгермей қалған кісілер Инстаграммен тоже сілтемелерін жіберіп қойыңыздар, болмаса ертең мен тағы да эфирге кіремін. Может, бір-екі күн кіруім мүмкін эфирге. Сол кезде қалғандарыңызды жасап беремін. Маған Инстаграмға тіркеліп алсаңыздар, осы TikTokқа да жазылып алыңыздар. Ертеңде тоже эфир болса, сіздердің каналдарыңызды міндетті түрде тексеремін. Бүгін енді қазір зарядымды өлейін деп тұр. Дальше отырайын десем, сол үшін қазір маған тіркеліп, Инстаграммен жазып жіберіп қойсаңыздар, Нурик, За деген кісілер ше, ренжімеңіздер.
жақсы ойымызда қайырлы түн, біз ертерек ұйықтайық енді.